Сәлем қыздар, мен YouTube каналыма қош келдіңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып және комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздерге мен Наполеон рецептімен бөліскім келеді. Өте оңай әрі дәмді болып шығады. Ең алдымен жұмыртқа мен сүтті жақсылап араластырып аламыз. Сүттің қанша мөлшерде және жұмыртқаның қанша штугы керек болатындығын видеоның астында жазып кететін боламын. Жұмыртқа мен сүтті жақсылап араластырып болғаннан кейін жарты қасық содаға уксусты құйып, араластырып жаңағы сүтке құйып, барлығын жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін бөлме температурасындағы сары майға барлығын салып, жақсылап майымыздың барлығын ерітіп, жақсылап араластырып аламыз. Барлығын араластырып болғаннан кейін біртіндеп ұнымызды салатын боламыз. Дайын болған тестамызды 10-12 бөлікке бөліп, Наполеонның тестасына сәйкес қылып бөліп аламыз. Сразу қыздар пергаментқа тестаны жайып аламыз. Пергаментке кішкентай мөлшерде ұн сеуіп, жаңа тестамызды пергаментке жаямыз. Тестамыз өте жұқа болуы қажет. Мен өзіме керекті мөлшерде тарелканың көлемімен қылып мөлшерлеп кесіп алдым. Және де жаңағы кескен доңғалақ тестамызға вилканың көмегімен басып шығамыз, себебі жаңағы теста көтеріліп кетпес үшін. Келесі кезекте кремін дайындап аламыз. Креміне сметана және сахарная пудра қажет болады. Барлығын жақсылап араластырып, крем сияқты болғанға дейін араластырамыз. Барлығын араластырып болғаннан кейін дайын болған тестамызға, қыздар, мен тестам осылай болып шықты. Бірнеше көлемде осылай 2-3 қасықтан салып, тестамызға орналастырып шығамыз. Қыздар, жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады.